Бізге WhatsApp желісінен Ансат бауырымыз жазған екен. Асулар алғада жастар әлі зор болашақ бүгіннен басталады атты студенттермен кездесу кеші өтеді. Соған хабарландыру афиша жасап бересің бе деп. Яғни афиша хабарландыру біздің жұмысқа үлкен керек дүние. Бұны деген кейбір адамдар, яғни телефонмен немесе компьютермен жасап жатады. Мен өзім компьютермен жасаймын, фотошоппен, яғни сәнді заман талабына сай болу үшін. Бұл ағайын тегін сабақ, сондықтан мұқият қарап, мұқият тыңдай жүріңіз, яғни бағалай жүріңіз. Өзіңіздің комментарияңызды, пікіріңізді, сыныңыз болса, оны да жазай жүріңіз. Өйткені деген сын мен пікір адамды түзейді, жақсы бір жетістікке жетелейді. Сондықтан қысылмай, өзіңіздің білген нәрсеңіз болса, қысылмай астына қалдыра жүріңіз, немесе өзімнің WhatsApp номерімді жазып беремін, соған жаза жүріңіз. Сұрақтарыңыз болса, соған жаза жүріңіз. Ендеше біз фотошоппен қалай афиша жасаймыз, бағдарламасын қалай түсіреміз, соның барлығын бірге көрсететін болам. Бірге қарап үйрене жүріңіз. Кеттік. Афишімізді бастаймыз. Міне фотошоп, яғни фотошоп менде 2021 жылға саздайды. Бізге альбомный вариантта керек. Міне ашылды. Енді бізге фон түсіруіміз керек. Фонымыз міне дайын тұр. Осы фонды әдемілеп қоямыз, келтіреміз. Мына жерде міне басылып тұр. Осыған бүйтіп келтіре қоямыз. Дәл осылай қойылады. Жетпей қалған жерлерді жеткізе қоямыз. Міне кетті. Енді әрмен қарай бізге жазылу керек. Жазу батырмасы басылды. Міне мынандай тақырыпты алдық. Тақырыпты кішірейтеміз, үлкейтеміз. Дәл осылай размерін келтіретін боламыз. Яғни бізге шрифт өзгерту керек. Жақсы дүние шығу үшін әдемі бір шрифт таңдаймыз. Міне осы шрифт маған өте ұнайды. Сондықтан осыны әдемілеп келтіріп алайық. Біздер кішкене көріну үшін размерін 14 қылып алайық. Болашақ дегеннен бастап бізді төменге түсірейік. Міне студенттермен кездесу кеші. Бұны біздер әдемілеп ортасына қоямыз. Жоғарына біздер өтетін күнін жазайық. Яғни бізге нешесі деді. Қазір біздер уақытын қарап алайық. 13 күні, қаңтардың 13 күні 2023 дейді. 13 деп жазамыз. Астына қаңтар деп қазақша түсіп жатқан қаңтар деп жазамыз. Әдемі жазуымыз көріну үшін бұлайна жоғарына келтіреміз. Міне келді. Біздер енді мына жағына, яғни уақытын жазамыз. Уақытын нешеге қойып жатыр екен, тағы да уақытын қарап алайық. 18:00, яғни кешкі уақытта қойып жатыр екен. Бұл кішірек тұр екен, біздер күйтіп алайық. 18:00. Бұл жерде қайта басылып кеткен екен. Міне 18:00-ге қойдық. Түсінікті болу үшін үстіне сағат деген жазуды қалдырайық. Сағат деген жазуымызды үлкейіп кетті. Оны тағы да кішірейтеміз. Міне афишамыздың сәл-пәл болсын түрі кіріп жатыр. 13 қаңтар дегенді дәл 18:00-дің размерімен келтіріп қоюымыз керек. Міне дәл осылай өзіне фотошоп барлығын өзі келтіріп беріп отырады. Ортасына өтетін орны дән ауылдық мәдениет үйі деп жазылған екен. Түсінікті көріну үшін тағы да бұны үлкейтіп алайық. Өйткені міне көрінбей жатқан ауылдық үйі. Құрметті достар, уақыт алмау үшін сіздерге тез-тез түсіндіріп көрсетіп жатырмын. Жазуларымыз әдемі көріну үшін тағы да кішкене үлкейтіп жақсылап көрсететін боламыз. Міне маған да осындай ұсыныс тастады. Студенттермен кездесу. Студенттермен деген сөздің арасында кішкене қателіктер бар екен. Соны дұрыстап жіберейік. Болашақ бүгіннен басталады. Студент жерде р әліппе қалып қойған екен.
қойып берейік. Жазулардың кішкене түсін келтіріп алайық, өйткені түсі бізде барлығы қара түс болып кетті. Сондай әдемі түстерді алайық. Жоғарында әдемілеп жіберейік. Ортасында 13-тің түсі тұра берсін. Қаңтар деген жазуды дәл осы түспен келтіріп қояйық. Сонда бізде әдемі көрініс беретін болады. Және де сағат дегенде де дәл сондай түспен келтірейік бояуын. Дән ауылдық мәдениет үйін дегенді басқа түспен белгілеп, яғни менің өзіме ұнайтын түстерінің бірін көрсетіп қазір қоятын боламын. Өзіме көбіне осындай түстермен қойылып жасап беремін. Экспорт фото. Дәл осындай бізде дайын болды. Сохранить етеміз, экспорт жасаймыз. Рабочий стол. Афиша. Дәл. Сақталды. Міне афишіміз дайын. Яғни бізге азғантай уақыттың ішінде осындай афишіміз шықты. Түсінікті болу үшін тез әрі жылдам сіздерге көрсетіп жатырмын. Пікірлеріңізді қалдырып, лайктарыңызды баса жүріңіздер.